Құрметті білім алушы, бүгінгі сабақтың мақсаты қазақ халқының мәдени жетістіктерін сипаттау үшін мәдениет, дала өркениеті, рухани мәдениет, мәдени мұра ұғымдарын пайдалану. Жалпы материалды мәдениет жәдігерлерден, технологиялардан тұрады. Материалды мәдениетке баспана, киім-кешек, әшекейлер, қару-жарақ, қолданбалы өнер заттары, тағам, ыдыс-аяқ, тағы басқалар жатады. Негізгі қазақ халқының баспанасы кигіз үй, жай ғана өмір сүруді қамтамасыз ететін баспана емес. Кигіз үй қазақ халқының ежелгі баспаналарының бірі. Кигіз үйдің кейбір ағаштан жасалған бөлшектері мыналар: кереге, оқ, шаңырақ. Кигіз үйдің ішіндегі ең құрметті орын болып төр болып саналады. Төрге ең сыйлы адамдар мен қадірлі қонақтар шығарылады. Темір өңдеумен айналысатын мамандарды далалықтар ұста деп атаған. Зергерлер білезік, сырға, шолпы, жүзік, алқа, сақина, қаптырма, шашбау бұйымдарын жасаған. Қазақ зергерлері сәндік әшекейлерді әзірлеуде нақыштау, дәнекерлеу сияқты түрлі әдістерді меңгерген. Негізінен күміс пайдаланған. Күміс жамандықтан сақтайтын таза металл деп есептеген. Шеберлер мен зергерлердің қолынан шыққан бұйымдар көздің жауын алатындай өте керемет жасалған.